Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Сіздермен мен Алматы облыстық тіл оқу әдістемелік орталығы Қапшағай қалалық филиалының оқытушысы Гүлмира Әбілқасымқызы Дусанбаева. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы егер сіз басшы болсаңыз. Грамматикалық тақырыбымыз есімшенің анықтауыштық қызметі. Бірде шәкірттері Конфуцийден егер сіз бір елге басшы болсаңыз, ең әуелі не істер едіңіз деп сұрапты. Сонда Конфуций, егер мен бір елге басшы болсам, ең алдымен ұлттың тілін тәртіпке салар едім депті. Мұны естіген өзгелер қайран қалып себебін сұрайды. Сонда Конфуций бір ұлттың тілі бұзылса, сол ұлттың рухы мен әдет-ғұрпы бұзылады. Егер бір ұлттың рухы мен әдет-ғұрпы бұзылса, әділет және ақиқат жоғалып, халық шарасыздықтан жойылу қаупіне душар болады. Қысқасы, бір ұлттың тілі бұзылса, сол ұлттың келешегінен үміт күтуге болмайды. Мұндай жағдай туудан бұрын алдын алу өте маңызды деген екен. Ал егер сіз басшы болсаңыз, не істер едіңіз? Тамаша. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Басшы болу үшін төмендегі қасиеттердің қайсысы бойыңда болуы керек? Сіз қалай ойлайсыз? Ал енді тексеріп салыстырып көріңіздер. Басшы болу үшін бойыңда табандылық, ұқыптылық, білімділік, сабырлық, талапшылдық, мәдениеттілік, шыншылдық, біліктілік, қабілеттілік сияқты қасиеттер болуы керек екен. Ал енді бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жаңа сөздерді менімен бірге оқып, қайталап отырыңыздар. Басшы. Бір ауыздан мойындау. Бас тартпау. Келіссөз. Қолбасшылық қабілеті. Есте сақтау қабілеті. Мақсатшыл. Мүмкіндік. Мәңгілік. Оқыған. Оқымаған. Өмірге құштар. Тәуелсіз. Берілген сөздерді жаттап алуды ұмытпаңыздар. Екінші тапсырма, жаңа сөздерді қолдана отырып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Бүгін біздің мекемеге жаңа басшы тағайындалды. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Сізге тағы бір мүмкіндік бергіміз келеді. Жомарт, көзі ашық, оқыған азамат. Бүгін екі ірі компания арасында келіссөз жүргізілді. Тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар деп сенемін. Ал енді грамматикалық тақырыпқа назар аударыңыздар. Есімшенің анықтауыштық қызметі. Есімше формалары сын есім сияқты заттың белгісін аңғартып, сөйлемде қандай деген сұраққа жауап береді. Анықтауыш қызметін атқарады. Мысалы, кеше келген адам не айтты? Қазақстанда көрмеген қалаларым көп екен ғой. Сын есім мен есімшенің заттың белгісін білдіруі бірдей емес. Сын есімдер заттың тұрақты белгісін білдіреді, ал есімшелер қимыл, әрекет нәтижесінде пайда болған өзгерісті аңғартады.
Мысалы, сын есімде ақ шаш болса, есімшеде ағарған шаш, яғни қимыл-әрекет нәтижесіндегі пайда болған өзгеріс екенін көрсетіп тұр. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз түсінікті болса, онда үшінші тапсырмаға назар аударыңыз. Қажетті форманы қойыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Бізге келген спортшылар олимпиада жүлдегерлері. Жұмысшылар жеңілдетілген жұмыс күнін сұрап отыр. Осы бағдарламаны көрген адам өмір жайлы ойланатын болады. Қарттарға көмектескен жандарға рахметімді айтамын. Күзге қарай піскен алманы қысқа дейін сақтауға болады. Кітапты көп оқыған адам кітап оқымаған адамнан білімді. Көзбен көрген оқиға жадыңда көпке дейін сақталады. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Суреттерге қараңыз. Суреттердегі тұлғалар жайлы білесіз бе? Бұл 10 тұлғаны қандай қасиеті біріктіреді деп ойлайсыз? Жақсы, олай болса оқылым мәтінімен таныс болыңыздар. Әлемді өзгерткен 10 адам. Шыңғыс хан, адамзат тарихындағы ең атақты, әлемге әйгілі, өмірі құпияға толы қолбасшы. Оның нақты туған жылын да, қайтыс болған жылын да ешкім білмейді. Оның мықты әскер құрып, жүргізген жаугершілік саясаты, кез келген адамды таң қалдырған қолбасшылық қабілеті оның ерекше жан екендігін көрсетеді. Мартин Лютер Кинг, атланталық арманшыл, адамдарды нәсілге бөлген нәсілшілдерге қарсы шыққан Америка азаматы. Америка құрама штаттарында нәсілшілдік мәселесінің ушыққанына қарамастан, қиындықтың бәрін бейбіт жолмен шешуге тырысқан адам. 1964 жылы осы еңбегі үшін Кингке әлемдік Нобель сыйлығы тапсырылды. Махатма Ганди, үнді халқын Ұлыбритания отарынан құтқаруға атсалысқан күрескер. 1947 жылға дейін ағылшындармен келіссөздер жүргізген. Үнді халқы үшін мәңгілік тәуелсіздік белгісіне айналған Гандиді өз елінде құрмет тұтады. Альберт Эйнштейн, ақылдылық пен дарындылықтың белгісі. 1919 жылы қатысымдық теориясын дәлелдеген Альбертті әлем ғалымдары бір ауыздан мойындап, 1921 жылы оған Нобель сыйлығы тапсырылды. Алайда өз жаңалығының адамзатқа қауіп төндірген ядролық қару жасауға ықпалы болғанын естігенде қатты өкінген. Нельсон Мандела, оңтүстік Африкадағы азаматтардың бас бостандығы үшін шайқасқан, өз өмірінің 26 жылын түрмеде өткізуден бас тартпаған адам. 1933 жылы апартеидтерге қарсы күрескені үшін Нобель сыйлығы берілді. Адольф Гитлер, әлемдік тарихта маңызды орны бар адам. Ол ұйымдастырған соғыс зардабынан қайтыс болған жандарды естен шығаруы мүмкін емес. Тереза ана, оны көзі тірі кезінде-ақ әулие ана санаған. Өзін Құдайдың қолындағы қаламы деп санаған Агнес Гонжа Баяджиу 1910 жылы албандық көкөніс сатушысының отбасында дүниеге келген. 36-ға келген Тереза қайырымдылық қоғамын құрып, мектептер, балалар үйлерін, ауруханалар ашып, адамдардың тегі мен нәсіліне қарамастан барлығына көмектескен. Иосиф Джугашвили, коммунистік партияның бас хатшысы, кеңес үкіметінің басшысы болған Сталин өз елін ұлы отан соғысын жеңіп шығамыз деп сендірген. Сталин кезінде халық арасында капиталистік және социалистік деген екі тап пайда болды. Тарихта ол екі түрлі тұлға ретінде белгілі: соғыс жеңімпазы және өз елінің жауызы.
Фрэнсис Крик, ағылшын микробиологы, дәрігер және нейробиолог, физиология және медицина саласы бойынша Нобель сыйлығының лауреаты. 1962 жылы Джеймс Уотсон, Моррис және Уилкинсонмен бірігіп ДНК молекуласын ашқан. Билл Гейтс 1955 жылы дүниеге келген. Ол әлемдегі ең бай адамдардың бірі. Өз ақшасын үнемді жарата білген. Гейтс компьютерден басқа бірнеше қайырымдылық қорларын ашып, түрлі ауруларға қарсы тұру шараларын ұйымдастырған. Бүкіл әлемге қол ұшын созған адамның бірі. Оқылым мәтінімен таныстық, ал енді 4-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Әр қатардың тұсына кім туралы екенін жазыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Үнді халқы үшін өте құрметті жан Махатма Ганди. Өмірі құпияға толы жандардың бірі Шыңғыс хан. Өз өмірін басқа адамдарға көмектесумен өткізген Тереза ана. Адам өміріне қажетті маңызды жаңалық ашқан Фрэнсис Крик. Көптеген адамдардың өлуіне себепші болған Адольф Гитлер. Өз халқының азаттығы үшін бостандығынан айырылған Нельсон Мандела. Байлығын үнемді жұмсаған, адамдарға көмектескен Билл Гейтс. Адам өміріне қауіп төндірген жаңалық ашқан Альберт Эйнштейн. Адамдарды ақ, қара деп бөлмеген Мартин Лютер Кинг. Бұл адамды екі түрлі адам деп айтуға болады. Йосиф Джугашвили. Тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп сенемін. Ал енді үй тапсырмасы. Сіз өзіңіз жұмыс жасайтын ұжымға басшы болдыңыз. Жұмысты неден бастайсыз? Өз жоспарыңызды жазыңыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.